Бокс бұл жоғары қарқындылықпен орындалатын жаттығулар жиынтығын қамтитын спорт түрі. Бұл ең қиын және қауіпті спорт түрлерінің бірі болып саналады, бірақ соған қарамастан оның денсаулыққа пайдасы да бар. Бұл бейнеде егер бокспен айналыссаңыз, сіздің денеңізде болатын өзгерістер туралы айтатын боламыз. Ендеше мына видеоны соңына дейін көріңіз, бұл өте мазмұнды болады. Достар, статистикаға сүйенсек, көрермендердің 99%-ы біздің видеоларымызды тіркелусіз көреді екен. Сондықтан арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Бокстың денсаулыққа тигізер пайдасы мен зияны. Қазіргі уақытта бокс және оның туындылары барған сайын кеңірек аудиторияға қолжетімді бола түсуде. Жаттығуды тек рингте өнер көрсету үшін айналысатын күндер артта қалды. Бокс жаттығуларының жиынтығы өте пайдалы болуы мүмкін. Бұл төзімділікті дамытуға және жүрек тамыр және тыныс алу жүйелерінің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Дегенмен, спарринг кезінде жанасу қауіпті, серіктестер бір-біріне денсаулығына елеулі зиян келтіретін жарақаттар береді. Басқа жасалатын жиі соққылар орталық жүйке жүйесінің бұзылуын одан әрі тудыруы мүмкін. Сыртқы келбетін, денсаулығын бұзғысы келмейтіндер үшін, жұптық жаттығулар тек тәжірибелі жаттықтырушы маманның бақылауымен жүргізілуі керек. Дұрысы контактсыз бокс жаттығуларына жүгінген дұрыс, өйткені соққыларды дамыту барысында, соққылар тек соққыға арналған қапшықтарда ғана орындалады. Спорттық биіктерге және атақтарға жетуді жоспарламайтындар, бірақ бұл әдісті тек өз денесі мен ақыл ойын дамыту үшін қолданғысы келетіндер үшін бұл спорттың нақты бағыттары бар. Жаттығу толық қорғаныс құралдарымен тартымды және ыңғайлы спорт залдарында өтеді, және әртүрлі жаттықтырушының жан-жақты тәсілі қажетті нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі. Мысалы, қауіпті жарақат алусыз бұлшықет жүйесін, ептілікті, күшті жай ғана күшейтіңіз. Дәлел ретінде біз тұрақты бокс жаттығуларынан кейін байқайтын денсаулыққа қатысты бірқатар артықшылықтарды береміз. Бокс жаттығулардың екі түрін біріктіреді: аэробты және анаэробты. Біріншісі жүрек тамыр жүйесіне жүктемені арттырады. Нәтижесінде бұлшық ет пен өкпеге қан ағымы артып, ағза эндорфин бөледі. Сондықтан аэробты жаттығулардың бұл түрі салмақ жоғалтуға көмектесіп қана қоймай, жүрек қан тамырлары және көптеген созылмалы аурулардың қаупін азайтады. Бокс тек ұрысты ғана емес, сонымен бірге жүрек қан тамырларын керемет шынықтыратын секіртпеде секіру, айналма жаттығулары, жүгіруді қарастырады. Егер сіз боксқа ғана емес, жалпы спортқа да жаңадан келген болсаңыз, қарқынды жаттығулардан бастамаңыз. Жаттықтырушымен кеңесіп, өзіңізге ыңғайлы режимді таңдаңыз. Үйлесімділікті күшейту. Бокстың тағы бір пайдасы жаттығу кезінде үйлесімділікті жақсарту. Сізге жылдам қозғалуды үйреніп қана қоймай, соққылар мен соққыларды бақылап отыру керек. Бірақ жарақат алудан қорықпау керек және осыған байланысты бокстан аулақ болудың қажеті жоқ. Жарақатты тіпті сіз йога сабағында да ала аласыз. Ешкім сізді бірден қарсыластарыңызға қарсы рингке шығармайды. Алдымен соққыға арналған қапшықтарда жұмыс жасайсың. Қозғалыстарыңызды үйлестіріңіз. Секіргіште секіру жасаңыз. Бұлшықет массасы. Залда жаттығулар жасап сіз бар күшіңізді салып, әрбір бұлшықетті қатты жұмыс істегенде де қажетті нәтиже бермейді. Бокспен айналысып көріңіз, және сіз бүкіл денеңізге қолдар, аяқтар, арқа, іш және тіпті бөкселерге біркелкі жаттығу аласыз. Секіру, еңкею, тебу және соққылардың арқасында қысқа мерзімді қарқынды жаттығулардан кейін нәтиже айтарлықтай болады. Сіз бұлшық еттеріңізді күшейтіп, қосымша салмақсызда мүсіндік денеге ие бола аласыз. Салмақты бақылау. Бокспен айналысу сағатына орта есеппен 400-700 калория жағуға көмектеседі. Әрине, бәрі жүктемелердің қарқындылығы мен түріне байланысты. Бірақ кардио және күш жаттығуларының үйлесімі кез келген жағдайда салмақ жоғалтуға және дене құрамының айтарлықтай жақсаруына әкеледі. Сонымен қатар, бокс сияқты қарқынды физикалық жаттығулар метаболизмді арттыруға көмектеседі. Төзімділік. Жоғарыда айтқанымыздай, бокс бұлшықеттерді нығайтуға және жақсартуға көмектеседі. Жүрек тамыр жүйесі, сондай-ақ жалпы дененің төзімділігін арттырады. Жаттығудың бұл түріне үйренген сайын, жаттығулардың басқа түрлеріне шыдау оңайырақ болады. Және
Жүрек пен өкпеге қан айдау, бұлшықеттерге оттегі жеткізу оңайырақ. Бұл олардың ұзақ уақыт бойы шаршамай жүктерді көтере алатынын білдіреді. Тіпті тыныс алу жақсарып, ұзақ қашықтыққа жүру оңайырақ болады. Стрессті жеңілдету. Кез келген аэробты жаттығулар, соның ішінде бокс, көңіл күйді, ұйқыны жақсартатыны және өзін-өзі бағалауды арттыратыны дәлелденген. Бокс сізге жақсы физикалық күйден басқа бере алатын ең жақсы нәрсе стрессті азайту. Ашу мен барлық жағымсыз эмоциялар рингте немесе ұруға арналған қапшықтарды ұрып соғу кезінде босатылуы мүмкін. Жаттығу кезінде ми серотонинді шығарады және жаттығу кезінде сізді бақытты сездіреді. Сондықтан ең аз күш жоғалту кезінде және мұң басқан кезде жаттығу залына немесе жүгіруге барыңыз. Егер сіз осы спорт түрімен белсенді айналысуды шешсеңіз, кәсіпқой боксшы болуы міндетті емес. Спарринг және жаттығудың басқа аспектілері сізге тез қалыптасып, оны сақтауға көмектеседі. Ал жұмыстан кейін рингте босап, барлық жағымсыз эмоцияларыңызды сыртқа шығаруға болады. Сіз бокспен айналысып көрдіңіз бе? Комментарийде бізбен бөлісіңіз. Достар, менің басқа да видеоларымды көруге кеңес беремін. Олар қазір сіздің экраныңызға шығады. Бұл бейнені соңына дейін көргеніңізге рахмет. Қызықты болды деп үміттенеміз. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Алда пайдалы ақпарат болады. Жақын арада көріскенше.